Барсина. Енді сіздерге ары қарай, енді сұрақтарыңыз болса ары қарай чатта жаза беріңіздер, мен сіздерге қалай покупка жасауды көрсетемін. Мынаны былай қойсылай, мен запись жазып жатырмын, бұны былай тұра берсін. Енді монетаны алып алдық, елестетеміз. Ана жақтан USDT TRC20-ті кіргізіп алдық, обменниктен оны алдыңғы видеода түсірдім, соны ашып қарайсыздар міндетті түрде. Монетаны сатып алдық, сделкадан ауыстырдық основной балансқа. Енді бізге ферма сатып алу керек. Фермаға барамыз. Ультима Минтер, мысалы 110 евро ғой, енді бәріміздің алатынымыз бірінші кезде. Содан бастайық. Обновить деген кнопканы басамыз. Обновить деген кнопканы басамыз. PLC Ультиманы таңдаймыз. Мынаны басамыз. Покупка болады, басамыз. Содан кейін ары қарай бізге мынандай адрес шығады. Мысалы бірінші көргенге түсініксіз да мынаушы. Бірақ микрофонды өшіреміз, Қараңыздар. Мына жоғар жағына қарамаңыздар. Бұны енді түсінбейсіздер. Мынаның бәрі негізі қиын емес. Ертең кошелектарыңызбен жұмыс істегенде мынаны QR код арқылы кошелекта ақшаңызды оплата жасауға жібересіз прямой. Енді қараңыз, мына жерде жирный, мынау тұр ғой, мынау жирный рамкаға қойып қойған. Осыған қараңыздар. Міне, мынау адрес. Осыны бірінші өзін албаңыздар. Копировать етіп. Мысалы, жаңадан жасап жатырған адамдарға айтарым, соңғы 4 цифрасын жазып алыңыздар, қағазға кәдімгідей. WhatsApp-қа жіберіп алыңыздар, скрин жасаңыздар. Барлық страховканы жасаңыздар. Даже былай жасауға да болады. Барлығын жасайсыздар, себебі енді жұмыс болғаннан кейін ақша басқа жаққа кетіп қалуы да мүмкін да. Сондықтан алдын алып, барлық страховканы жасайсыздар ғой. Мынаны бәрін копировать етіп, WhatsApp-қа да лақтырып қойуға болады. Тура қалай копировать еттіңіз, солай түседі. Копировать етіп адресті алдыңыздар, CoinSbitқа барасыздар да, мына жерге выводқа қоясыздар. CoinSbitқа адресті, соңғы 4 цифрасын тексеріп аласыз сразу. Одан кейін PLC Pay. Сосын мынау санын жазып аламыз, копировать етіп, қанша жіберетінімізді. Сөйтеміз да, мына жерге соның санын қоямыз. Лайна. Сохранить деген кнопканы басудың қажеті жоқ, себебі анау ошибочно кетіп қалады. Вообще сохранить деген кнопканы баспаңыздар вообще. Енді ары қарай осыны басып болғаннан кейін вывод деген кнопканы басасыздар да, сол адреске жібересіздер. Енді осы мынау өздеріңіздің тіркелген почталарыңыз тұр ғой, мына жердегі үшін соған код келеді сообщениемен. Соны жазасыздар, кетті ақшаларыңыз. Бұл тез түседі, TRC-ға қарағанда. CoinSbit'тан PLC Ultima тез түседі, покупка болады. Ал енді оны алдым ба, алмадым ба деп гадать етіп отырмайсыздар. Приложениені ашсаңыздар, Maxlot деп шыға келеді. Енді приложение жоқ болса, енді әсіресе біз партнерларға көмектесеміз ғой. Партнерлар түсінбей жатса, история активации дегенді басамыз. История активации дегенді. История активации мына жерде тұрады. Сразу же шығып тұрады. Одан кейін қандай пакет алдым, мен қалай алдым, не алдым деген сұрақтарға жауаптың бәрін осы жерден табасыздар. Осы жерде көрініп тұрады история активацияда. Ал енді бір адам қанша ферма болса да алады. Сертификат сатып алған кезде сіздің приложениеңізде монета сыйымдылығы үлкейіп кете береді. Қатып қалған жері жоқ ол жерде. Сіз рұқсатнама алдыңыз, қарапайым тілмен айтқанда лицензия, қазақшасы рұқсатнама ғой негізі. Алдыңыз, монета сыйымдылығы бар ферма автоматты түрде қосылып кете береді. Одан кейін оны айттым, мынаны айттым, түсіндірдім деп ойлап тұрмын. Енді CoinSbitқа шығаруды айттым. Енді мен сіздерге демонстрация экраны арқылы қалай жаңағы смарт контрактта бір көрсетіп кете салайын. Одан кейін осы видеоны сақтап қоям, тоқтатыпшы. Кейін сұрақтарыңыз болса чатқа қоя бересіздер. Мен бүгін осымен қазір осыны сіздерге бітіргеннен кейін сұрақты чатқа жаза бересіздер. Біраздан кейін қарайым. Понятно, дей саламыз. Снова встать, поделиться. Қазір телефоннан көрсетейін деп жатырмын. Экраны начать. Енді телефонда, мысалы бізде мобильный приложениеміз былай тұрады. Ultima Wallet, Ultima Farm болып.
Оның қасында CoinsBit деген біздің биржамыз мынау. CoinsBit мобильный нұсқасы. Мен өзім негізі көп пайдаланбаймын мобильный нұсқасын. Негізі біздің қолымыздағы телефонымыз алысқа бармай-ақ жүрген жеріңізге бізге ақша келе береді негізі ше. CoinsBit'та тұр. CoinsBit'тан шығарған монетаны сатып Trusty'ге шығара саламыз. Trusty'ге ше. Trusty деген біздің цифровой долларымызды сақтайтын, тағы да басқа криптоларды сақтайтын біздің кошелегіміз. Бұл кошелек не үшін керек бізге? Цифровой долларды сақтауға. Trusty'дің қызметі трон тұрады, значит Trusty'ға $20 ма трон алып қойып қойсаңыздар болады. Ол сіздерге жетеді, біраз қызмет жасайды. Ары қарай ферма, виртуальный ферманы біз жаңағы автомат түрде жаңағы келісім шартқа отырғаннан кейін смарт-контракт мен ары қарай көрсетіп кете берейін. Мысалы, әрқайсымыздың өзіміздің осындай мобильный приложениеміз бар. Міндетті түрде жаңадан ашқан кезде QR кодтарды сақтап қойыңыздар, распечатка жасаңыздар, жоғалтпаңыздар. Жаңағы әсіресе смарт-контракт ашып болғаннан кейін фермаға қайта кіре берудің қажеті жоқ. Сөйтіп, не то кнопкасын басып, фермадан шығып алып, қайтадан қалай кірсем екен деп миларыңызды қатырып жүрсіздер. Вообще ашпаңыздар. Бұл жерге салған ақшаларыңыз автомат түрде кошелекқа түседі. Бұны ашып әуре болмайсыздар. Міне, мысалы мен бар жоғы 0,02 монетаны заморозкеге қойдым ғой. Маған айына осылай түсіп отырады. Тура сол сияқты сіздерге де солай түсіп отырады. Енді анау заморозкеге қойған монетаны қараңыздар, 0,02, ал бізге беретін монета 0,0115. Значит, площадка, платформа бізге салған монетаны бір айдан кейін жартысын, екінші айдан кейін жартысын беріп тастайды осылай. Монетада құнның өскенін айтып тұрған жоқпын. Сіздер салған ақшаларыңызды құнның өскенінен қайтарып аласыздар бір айдың ішінде. Оны бірақ біз өйтіп айтпаймыз. Салған ақшаларыңыз жоқ дегенде 4 айда шығарып аласыздар деп айтып жатырмыз да. Енді ары қарай біз шығарып алдық. Бізге ары қарай платформа 8 ай таза пайданы бере береді. Бұл біздің ферманың мүмкіндігі. Ферманы былай бассаңыздар, пополнить my farm деп тұрады. Адресті скопировать етіп аласыздар да. Болашақта қайтадан реинвест жасайтын болсаңыздар, осы адреске жібереміз. Мен қазір сіздерге кошелекқа түскен ақшаны қалай жіберетін тағы бір рет демонстрация экраны арқылы көрсете салайын. Мынау енді менің кошелегім. Мысалы, сіздерде де осындай кошелек бар. Түскен монета осылай біздің балансымызда тұрады. Міне баланс. Мынау қарасаңыздар, бізде кошелегіміз биржадағы курсты көрсетіп тұр. Қазіргі таңда биржаның курсы 64.950 болып тұр екен, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл енді осылай тағы да боковой жүредік. Ары кетсе бір апта, 2 апта сөйтті қайтадан ұшады. Уже үйреніп алдық біз. Технический фундаментальный анализді үйреніп алдық қой жерде отыр. Енді қараңыз. Сіз балансыңызға түсті сіздің монетаңыз мына жерге. Енді оны биржаға жіберу үшін мынау стрелканың үстінен басасыздар. Міне стрелка. Мына жоғарға қарап қалған. Отправить деген стрелка бұл. Мынау стрелка төмен қарап қалған. Получить деген стрелка. Бұл мынау адресті шығаратын стрелка негізінде. Енді қараңыз. Отправить деген стрелканы бастық. Мына жерге санын жаздыңыздар. Сосын далее деп шығады. Енді маған шықпайды ол. Или жазып көрсеңші әшейін. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 67, 23. Мысалы осылай шықты. Далее дейміз. Мына жерге бағанағы мысалы менің ана жақтағы монетамның адресін қойдым деп елестетейін. Ойбай, бір адрес шыға салды. Бір копированный адрес бар екен. Менің телефонымда сол шыға келді. Негізінде мынау негізі осы PLC-дің адресі. Осыны жіберіп жатырсыздар. Продвинутые настройки тұр астында. Получатель дегенді басасыздар. Сосын астында отправить дегені бар. Сонда сіздердің ақшаларыңыз тез кетіп қалады. Егер отправитель десеңіздер, мына жақта монеталарыңыз сан жетпей қалса шықпай кетеді. Ол сіздердің анау енді біз обычно неге түсіреміз ғой? Или фермаға түсіреміз. Ферманың адресі ғой, мен жаңа копировать етіп алғанмын ғой. Мысалы мен фермаға реинвестке жіберіп жатырмын түскен монетаны. Фермаға жібереміз. Или болмасам ана жақтағы CoinsBit биржаға монетаны шығарып жатырмыз мысалы да. Ол кезде CoinsBit биржадағы PLC Ultimaның адресін қоясыздар, егер сіз биржаға жіберіп жатсаңыз. Осылай біз өзіміздің монетамызды сатуды, алуды өздеріңізге мына отправить деген кнопкасы жанында көріп отырсыздар, осылай жылады. Егер сіз барлық операцияны дұрыс
активный болады жанат деген. Активность болады да, мысалы сіз дұрыс емес или болмаса ана монетаның саны жетпей қалса, мынау неактивный болып тұрады. Жанбай тұрады да енді. Неактивный болып тұрады. Осылай міне көрдіңіздер ме? Мен қазір сіздерге презентация жасап жатырмын. Менің кошелегім жабылып қалды. Себебі бұл защита дегенді білдіреді. Осылай біз өзіміз осындай керемет платформаның арқасында табысты болып жатырмыз. Айдалада жүріп біз табысты болып жатырмыз. Ана жақтағы енді Алексті елестете беріңіздер. Завершить, выйти из конференции, назначить и выйти деп. Осылай сіздер де табысты боласыздар. Өздеріңіздің фермаларыңызды алып, жан-жақтан ел жұрттың айтқан өсегін тыңдап алып жүгіріп кеп, бұрын аналардың да площадкасы солай басталған екен. Басында алғандарға береді екен да, аяғындағыларға бермей қалады екен деген өсекті тыңдай бермеңіздер. Миды дамытатын өсек тыңдаңыздаршы. Ютубта да көп қой информация. Блокчейн, сіздердің тыңдайтын өсектеріңіз, сразу айтайын. Онлайн обменник, смарт-контракт, криптовалюта, сатоши деген өсектерді тыңдаңыздар. Болмаса анау майнингті, ферма черный майник екен, оны жабайын деп жатыр екен, или болмаса криптовалюта харам деп жатыр екен деген дүмше молдаларды тыңдамаңыздар. Барлықтарыңызға назарларыңыз үшін үлкен рахмет. Мен осыны міндетті түрде ютубқа қоямын. Ұнап жатса менің видеом лайк басып кетіңіздер, комментарийға ойларыңызды қалдырыңыздар деп, міндетті түрде сіздер де көресіздер ғой, жерде отырған. Өздеріңіздің ойларыңызды айтпақшы, ол маңызды. Өздеріңіздің ойларыңызды қалай табыс тауып жатсыздар, қалай келдіңіздер, біліп келдіңіздер ма, білмей келдіңіздер ма, мамандықтарыңыз қандай, айна тауып отқан табыстарыңыз қандай, прям жазыңыздаршы комментарийға. Себебі комментарий арқылы адамдар келеді. Шын мәнінде. Мысалы, біз бір-бірімізді танымаймыз, мүлдем. Шын мәнінде. Танымаймыз вообще бір-біріміз, солай деп айтыңыздар. Мен танымаймын да, осылай ютубпен келгем, жарты жолдан қосылғам. Мен оның командасына ердім, оған ерген жоқпын мен. Технологияға, блокчейнға деген сияқты осылай ойларыңызды айтыңыздар. Сонда ғана адамдар түсінеді, үйренеді, қосылғысы келеді. Мен